Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Күз мезгілі келіп қалды міне. Жаз өтіп кетті. Осы жазда бір қыдыра алмадым, осы жазда демала алмадым, демалысты жақсы өткізе алмадым деп ойлайтын шығар көп адам, иә. Бірақ мына осы өтіп жатқан өмірден біз ғибрат алуымыз керек негізі. Бір сәтке ойлануымыз керек. Кідіріңізші, сәл ойланыңызшы. Күздің келуімен өтіп жатқан өміріңізді еске түсіреді негізі. 4 мезгіл бар, иә. Көктем, жаз, күз, қыс. Осы 4 мезгілді Алла Тағала жаратты емес па? Енді осы Алла Тағаланың жаратқан әрбір ісінде мін таба аламыз ба? Алланың қай бір сөзін жоққа шығара аламыз? Фаби ай алаи раббикума туказзибан дейді. Енді Құдайының осы Раббыларының қайсы бір сөзін өтірікке шығарасыңдар дейді. Алла Тағала осы бүкіл әлемді жаратты. Осы жаратылыстардың әрбірінде хикмет, даналық жатыр. Себебі бар. Енді осы 4 мезгіл жайында айтатын болсақ, көктем мезгілінің өзіндік бір керемет бір артықшылығы бар. Қардың барлығы еріп, жер көрініп, неше түрлі ағаштар, гүлдер жайқалады. Жер бетінен өсімдіктер өсіп шығады. Қыста көрінбей қалған көптеген заттар көктемде көріне бастайды. Басталуы. Бұл көктем мезгілі адам баласының бейне бір өмірге жаңадан келген шақалақ сәбидей, тілі шығып сөйлей бастаған бүлдіршін баладай ұқсайды екен да. Көктем мезгілі адам баласының бір балалық шағы дейді. Енді ғана өмірге келіп, жердің үстіне қарай бүйтіп гүлденіп, жерді жарып өсіп шыққан гүл секілді, енді жетіліп, тілі шығып сөйлей бастаған бала сияқты дейді да. Көктем мезгілі адам баласының сәби балалық шағы дейді. Ал жаз келген кезде, бұл жаз мезгілі айналаң бәрі құлпырып, жайнап, суға түсіп, ағаштар жайқалып, құстар бұлбұлша сайрап, бәрі керемет болып кетеді ғой. Бұл адамның жастық шағы дейді. Жастық шағында ол қыдырады, жастық шағында ол ойнайды, күледі, жастық шағында ол денсаулығының барында ойнада күл дейді ғой. Сол ойнап күледі, шырылдауық шегіртке сияқты. Бірақ жастық ол мәңгі емес қой. Мәңгі айқай 25 дегендей 25 шағында жүре бермейсің ғой. 18 бен 25 қайтып келмейді дейді, дұрыс па? Әндетіп қояды. Рас, 18 бен 25 қайтып келмейді енді. Болды. 30-да ордауыз болсаң, 40-ыңда қамал алмайсың дейді. Пайғамбар жасы дейді мысалы, 40 жас. Сөйтіп 63 жасында пайғамбар өмірден өткен болатын болса, 60-та алқындап, 70-ке келген, 80-ге келген, ата сақалы аузына түскен, шашы ағарып, сақалы ағарып, бір уақытта қалай қартайғанын білмей қаласың ғой. Қалай қартайғаныңды білмей қаласың. Көктем, адам баласы балалық шағы болатын болса, сәби. Жаз, ол адамның жастық шағы болатын болса, күз келді міне, қазір күз келді ағайын. Оқу басталды мектепте. Жаздың шіліңгір ыстық жоқ, енді күн салқындай бастайды. Мына күздік киімдерімізді киіп, кешкі салқын бар, далада тапшанда жата алмайсың қазір, тоңасың кәдімгідей, жаурайсың. Рас емес па? Салқындық байқалады да. Ал айналамызға қарайтын болсақ, ағаштардың жапырақтары қурап түсіп жатыр ғой, сарғайып. Жасыл жайқалған, айнала жасыл құлпырған гүлдер жоқ, ондай жапырақтар. Сарғайып түсіп жатыр ғой, сарғайып. Есік алдында еккен гүлің бәрі солып қалған. Анау Қапшағайға барып суға түсейін десең, суық болды, қалды, сезон кетті, науқан өтіп кеткен баяғы. Яғни күз ол адам баласының бір қартайған, қураған кезі дейді да. Мысалы, кәртейген кезде әжім түсіп кетеді ғой бетіне. Әжім, бетің жарылып, қолың дірілдеп, сұлулығың нәрің кетіп қалған, жүзіңде нұрың кетіп қалады. Тіс жоқ, көз қуатын көрмейді дегендей. Бейне бір күз мезгілі адамның бір қарттық шағын еске түсіреді дейді. Ал қыс мезгілі жер бетін бір әппақ көрпе жапқан екен да. Жер көрінбейді ғой. Тек қар ғой. Және ол суықта, ол мезгіл суықта кәдімгідей. Ал өлім деген нәрсені сізбенен біз оны суық қып қабылдаймыз ғой. Өлім депші. Ал өлгеннен кейін үстімізді топырақ жабады. Қазір жер бетін топырақ жауып тұрса, топырақ біздің үстімізді топырақ жабады ғой. Қыс мезгілі келген кезде қақаған аяз, Абай атамыз айтады, басқан жері сықырлап келіп қалды дегендей. Сықыр-сықыр деген дауыс бар ғой, ә. Ал біз соған қарай кетіп бара жатырмыз. Бірінші көктем, екінші жаз, одан күз келеді. Бір күні бізге қыс келеді ағайын. Сізбенен бізге бір күні қыс келеді. Сол қыста біз
қалай қарсы аламыз? Қысты бір ыстық қылып қабылдамаймыз ғой, дұрыс па? Қыс деген ыстық деп қабылдамаймыз ғой. Жаз біз үшін ыстық, қыс біз үшін суық болады. Ал өлім біз үшін суық бол, қорқынышты. Ал міне жаз өтіп кетті ағайын, жаз өтіп кетті. Ал жаздан кейін бірден көктем басталмайды. Жаздан кейін күз келеді, күзден кейін қыс келеді. Ол ақиқат, ол шындық нәрсе. Бұл 4 мезгілді Аллах Тағала жайдан жай құрмаған екен ғой. Демек, құрметті бауырлар, бұл сөзбен нені де айтқым келді. Міне күз мезгілі келді. Демек, күз мезгілі өміріміздің өтіп жатқандығын, міне жазда өтіп кетті ғой, міне күзде келіп қапты ғой деп уақыттың қалай өткенін білмей қалатын болсақ, онда осылайша өмір өте береді де, бір күні бізге қыс келеді. Ал ол бізге өлім. Суық қаһарымен, малекул маут, өлім періштесі келеді де, суықтығымен бізді жанымыз алып кетеді. Алла Тағала баршамызға хайырлы өлім нәсіп етсін, құрметті бауырлар. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Аллаху акбар.